Өлтіріңдер. Мұндайды атып тастау керек. Дәл қазір атып тастаңдар. Өлтіріңдер. Бауыздау керек. Өлтіріңдер. Өлтіріңдер деген шуласып айғайласқан жұрттың даусы естіліп жатты. Олар қолы байлаулы бір адамды жетектеп келе жатыр екен. Тұтқын басын жоғары көтеріп, денесін тік ұстап, аяғын нық басып келеді. Бойы ұзын болғандықтан топ арасынан бірден көзге түсіп, ерекше көрінеді. Жүзінен қасындағы жұртқа деген ашу ыза байқалады. Бұл адам билік пен халық арасындағы қақтығыста билікті қорғап күрескен полицей еді. Жұрт оны ұстап алып, дарға суға бара жатыр. Қайтпек керек. Заң алдындағы міндетімді адал атқардым. Берген антқа адал боп, соңына дейін тұрдым. Дүние кезек деген осы. Қазір тағдырым осылардың қолында. Құдайдан солай бұйрық келсе, демек өлу керек. Бұған да көндім, деп ойлады ол. Айналасындағы жұрттың айғай шуына самарқау түрде жымиып, өзін биік ұстауға тырысты. Топ ішінен бұл қалалық полицей басшысы таңертең бізге оқ атпақ болды деген дауыс естіліп жатты. Халық оны дедектетіп, алаңға келе жатыр. Көпірге жақындағанда жұрт манағыдан бетер құтырынып шыға келді. Оған себеп кеше әскерилер осы жерде бірталай бейбіт тұрғынды атып тастаған. Ажал құшқандардың мәйіттері үйіліп әлі жатыр. Топ ішінен біреу өстіп маймун келіп, жүреміз бе? Салпақтап жүре бергеннен не табамыз? Тап осы жерде атып тастау керек оңбағанды, деп айғайлады. Тұтқын ажалын күтіп алуға бекінді. Өзін жерден алып, жерге салып жатқан көпшілікке қарап, іштей тобыр деген осы. Олар да сірә жүрек жоқ шығар. Пиғылын еткен жаман еді, деп ойлады. Бәрінің көзін құрту керек. Тыңшы патша поптарды қыру керек. Мана оңбағанды да тап қазір өлтіру керек, деп жұрт дегбірсізденіп жатты. Бірақ топты бастап келе жатқан адам оны алаңға апарып жазаламақ болды. Ақыры алаңға да жетті. Бір кезде топтың арт жағынан жылаған баланың дауысы естілді. 5-6 жас шамасындағы кішкентай бала жиналған жұрттың арасымен қыстырлысып өтіп, тұтқынға қарай жүгіріп келеді. Көке, сізді қайда алып барады? Тоқташы, тұра тұршы, мені ертіп кетші. Баланың даусы шыққан тұста бір сәтке тыныштық орнады. Жаңа ғана бірін-бірі таптап кетердей болған нөпір халық баланы өткізіп жібермек болып, екі жаққа қарай ығысты да жол ашты. Қандай сүйкімді бала десті бір әйел. Кімді іздедің деп сұрады екінші бірі, балаға қарай еңкейіп. Көкешіме тимеңдерші, жіберіңдерші оны, деді бала жалыныш түнмен. Балақай, қайда барасың? Кім дейді саған? Деп сұрады тағы біреу. Әкемді қайтпексіңдер, деп бала алдыға ұмтыла берді. Үйіңе қайт балақай, анаңа бар, деді бір қарт кісі қатқыл үнмен. Әлгі тұтқын баланың дауысын естіп тұрды. Оның жүзі бұрынғыдан бетер бозарып кетті. Сөйтті де дауыстап, оның анасы жоқ, деп айғайлады әлгі қартқа. Жүгірген бала ақыры әкесіне жетіп құшақтай алды. Жұрт арасынан әлі де өлтіру керек, асу керек, атып тастайық оңбағанды деген дауыстар естіліп жатыр. Сен неге үйден шығып кеттің? Деп сұрады әкесі. Бұлар сені не істейді, әке? Деді бала көз жасын тия алмай. Әкесі жауап берген жоқ. Алдаусыратып жұбатпақ болып, балам, сен ақылды емессің бе? Ақылды балалар әкесін тыңдайды. Солай ма? Деді жымиып.